Қайырлы күн, 5-ші В сынып оқушылары. Баршаңызды бүгінгі білім күнімен және жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге бүгінгі ерекше жайма шуақ күні, жақсы көңіл күй, жаңа жетістіктер мен ашылуларға ұдайы ізденіс, шығармашылық, мықты денсаулық және жаңа бастамаларда тек қана сәттілік тілеймін. Бүгінгі күн сіздер үшін үлкен үміттер күні болсын. Бүгінгі ашық сабағымыздың тақырыбы тәуелсіздік жетістіктері. Сабақтың мақсаты оқушылардың бойында ұлттық рухты, патриоттық сезімдерді ұялату, өз отанын, елін сүюге, мемлекеттік рәміздерін қастерлеуге, мемлекеттік тілін құрметтеуге, өз ұлтын жанындай сүйетін, саналы, білімді, іскер азамат болып қалыптастыру, ұлтжандылыққа, туған жеріне, атамекеніне деген сүйіспеншіліктерін арттыруға дұрыс бағыт-бағдар беру. Балалар, Қазақстан 1991 жылы 16 желтоқсан күні өзінің тәуелсіздігін алды. Тарихымыздың беттеріне 1991 жыл алтын әріптермен жазылды. Мінекей, биыл біздің тәуелсіздігімізге 30 жыл. 1992 жылдың 4 маусымы тарихи күн. Сол күні Республика Жоғарғы Кеңесі Тәуелсіз Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы мен ел таңбасын бекітті. Қазақстан Республикасы туымен тұғырлы, ел таңбасымен елеулі, әнұранымен айбатты. 1992 жылдың 2 наурызында Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының мүшесі атанды. 4 маусымында тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны туралы заңға қол қойды. 1993 жылдың 28 қаңтарында Қазақстан Республикасының тұңғыш ата заңы қабылданды. Осы жылы 15 қарашада ұлттық валютамыз теңге айналымға енді. 1994 жылдың 16 ақпанында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ядролық қаруды таратпау туралы шартқа қол қойды. Сөйтіп Қазақстан өз еркімен қуатты қарудан бас тартып, ядролық қаруы жоқ ел ретінде осынау зұлматпен күрестің алғашқы баспалдағын қалады. 1995 жылдың 30 тамызында жалпы халықтық референдум негізінде Қазақстан Республикасының ата заңы қабылданып, 5 қыркүйек күні өз күшіне енді. Қазақстан жетістіктері 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіз демократиялық және құқықтық мемлекет деп жарияланды. 1994 жылы Талғат Мұсабаев ғарышқа ұшты. 95 жылы ата заңымыз жаңа конституция қабылданды. 97 жылы тіл туралы заң қабылданды. Білім заңы қабылданды. 2002 жылы елімізде денсаулық жылы болып жарияланды. Астана Бәйтерек монументі салынды. 2006 жылы мемлекетіміздің жаңа әнұраны қабылданды. 2011 жылы Қазақстанда алғаш рет қысқы Азия ойындары өтті. 2015 жылы 27 шілдесінде Қазақстан Республикасы дүниежүзілік сауда ұйымының мүшесі атанды. 2017 жылы Қазақстанда Экспо 2017 көрмесі ұйымдастырылды. 2019 жылы Қасым-Жомарт Тоқаев ел президенті болып сайланды. Қазақ халқының саны да жыл өткен сайын өсіп жатыр. 1989 жылғы Кеңес одағы кезінде халық саны 16,4 миллион адамды құраса, 2021 жылғы халық санағы нәтижесінде 19 миллион адамды құрап отыр. Халық саны жөнінен дүние жүзінде 64 орынды иеленіп отырмыз. Қазақстан қандай мемлекет деген сауалға жауап беріп көрейік. Бұл сұраққа жауабыңызды WhatsApp желісіне жібереміз. Назарларыңызға рахмет.